Табиғи аштықты дайындау үшін тек қана қатты қызыл алма қолданамыз. Көк сары алма болмайды. Сонымен қатар жұмсақ алмадан да шықпайды. Жуылған таза алманы соломка етіп турап, 1 литр баклажкаға салып, үстінен краннан алынған немесе бөлме температурасындағы 300 мг жылы су құйып, жылы жерге шкафтың ішіне салып қоямыз. Осындай соломка етіп тураймыз. Тиіспейсіз 3 күн тұру керек. Және есте ұстайтын жағдай, су құйғанда суыңыз міндетті түрде жылы болу керек. Салқын немесе ыстық су болмайды. Қақпағын мұқият жауып, араластырасыз. Көріп тұрғаныңыздай су осы жерінде тұр, алма батып тұрған жоқ. Арада 3 күн өтті, баклажканы ұстап қараймыз, қатты тырсиып тұру керек. Енді жаймен ашып, газын тексереміз. Міне көргеніңіздей, газы жоғары көтеріліп келеді. Яғни аштықты дайындауға дайын деген сөз. Ал егер дайын болмаған жағдайда тағы 1 күнге қалдырамыз. Енді аштықты дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға 150 мг суды құйып аламыз. Егер құйып жатқан жағдайда ішіне алма түсіп кетіп жатса, алып тастайсыз. Осы сұйықтықтың үстіне 150 грамм ұн саламыз. Бәрін бірден салмайсыз, жаймен салып араластырып, мұқият араластырасыз. Массамыз біркелкі араласу керек. Араластырып болғаннан соң жылы жерге қойып қоясыз. Аштығымыз 2-3 есе көтерілу керек. Міне аштығым 2-3 есе көтерілді. Закваскам дайын.